Саламатсыңдар ма, балалар? 2-ші сыныптың қазақ тілі 71-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта сендер түбір мен қосымшаны ажырата аласыңдар. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжайтын боласыңдар. 27-ші жаттығу. Суреттерге қара. Суреттерде палуан, палуандар, шаңғы, шаңғышының суреті берілген. Тапсырмаларды орындайық. Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр. Балалар, суретке назар аударайық. Палуан. Палуан деп біз бір палуанды айтамыз. Ал енді осы түбір сөзге дар қосымшасын жалғайтын болсақ, екі немесе одан да көп палуандарды айтады екенбіз. Шаңғы. Шаңғы спорттық құрал. Бұл түбір сөз. Осы түбір сөзге ш қосымшасын жалғайтын болсақ, адам шаңғы тебетін адамды айтамыз. Палуандар сөзінің түбірі палуан, дар қосымша. Шаңғышы. Шаңғышы сөзінің түбірі шаңғы, қосымшасы ш. Түбір сөзде мағына бар ма? Қосымшада ше. Содан өзің қорытынды жаса. Балалар, түбір сөздің мағынасы болады. Ал қосымша жеке тұрғанда ешбір мағына бере алмайды. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Дәптері, жылдар, спортшы, палуандар. Түбірдің белгісі мұны балалар көрсетіліп тұр. 28-ші жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа. Мәтіннің тақырыбы шаңғы жарысында. Мәтін шаңғы жарысы туралы болмақ. Мәтінді тыңда. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз, деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп, таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалсатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдында рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Авторы Құрманбай Толыбаев. Мәтін не туралы айтылған? Мәтінде шаңғы жарысына қатысқан балалар туралы айтылған. Мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болды деп ойлайсың? Тәуке намысқа тырысып, мәреге бірінші жетуді ойлады. Бар күшін жинап алға ұмтылды. Ержанды басып озып, мәреге бірінші болып жетті. Тәукенің жетістігіне жолдастары қатты қуанды. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Сол сөздерді дәптерге көшіріп жаз. Бұл мәтіндегі қарамен жазылған сөздер жарыс, жарысқа, тәуке, тәукені, тәукенің. Жарыс түбір сөз, қа, қосымша, тәуке түбір, нің қосымша. 29-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Зулайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап. Шаңғы масар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Қарамен жазылған сөздер маңдайдан, шаңғым, қыраттан. Маңдай түбірі дан қосымша. Шаңғы
түбір, м қосымша. Қырат, түбір, тан қосымша. 30-шы жаттығу. Тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап. Жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың? Бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Ш. Қосымша жеке тұрғанда ешбір мағына бере алмайды. Зерттеу барысында сөздің түбірі болатынына, ол сөз мағынасын сақтап тұратынына көзімізді жеткіздік. Қосымшаның жеке тұрғанда мағына берілмейтінін білдік. Шығармашылық үзіліс. 31-ші жаттығу. Хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14-ші ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. Сұрақтарға жауап бер. Хабарландыру кімге арналған? Оқушыларға. Хабарландыруда не туралы жазылған? Қуыршақ театрының қойылымы болатыны жазылған. 3-ші сұрақ. Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Иә, уақыты ертең 14-ші ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында. Хабарландыруды жазған кім? Мектеп әкімшілігі. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.